Астанада мемлекеттік басқару және Қытай мен Орталық Азия елдері арасындағы гуманитарлық алмасу 2025 атты симпозиум өтті. Шараға өңірдің саяси, ғылыми және дипломатиялық орталықтарының 250-ден астам өкілі жиналды. Қытайды зерттеу орталығының директоры Гүлнара Шаймергенова Қытай Орталық Азия тағдырлас қауымдастығын талдауға арналған баяндамасында бір белдеу, бір жол бастамасы аясындағы өңірлік әріптестіктің маңыздылығына тоқталды. Ол Транскаспий бағыты мен өзге де инфрақұрылымдық жобалардың өсуін атап өтіп, дағдарысқа қарсы аймақтың тетіктер мен цифрлық интеграциясының өзектілігіне ерекше тоқталды. Қатысушылар қатарында СВМДА, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Қазақстан үкіметі және дипломатиялық корпус өкілдері болды. Іс-шараны Қытай Коммунистік партиясының орталық комитетінің насихат бөлімі мен Қытай Халық Республикасының шетел тілдерінде әдебиет басып шығару және тарату басқармасы ұйымдастырды. Сонымен қатар симпозиум Қытай мен Орталық Азия елдері арасындағы тұрақты даму мен өңірлік өркендеуді көздеген ынтымақтастықты тереңдетуге арналған маңызды алаңға айнала алды.